Құрбан шала алмадым, бірақ жүрегіммен тіледім. Биыл да қолыңыз жетпеді, құрбандық тағы шала алмадыңыз. Шынымен қолыңызда мал да жоқ, ақша да жоқ. Қолыңызда малдың болмауы сауаптан құр қалдым деу емес. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде-кім құрбан шалуға ниеттенсе, бірақ жағдайы жетпесе, Алла тағала оған толық сауап жазып қояды дейді. Мысалы, біреу құрбан шалды, оған сауап жазылды. Ал біреу құрбандық шала алған жоқ, бірақ жүрегімен тіледі, соған ұмтылды, ықылас қылды, көзіне жас алды. Алла тағала амал дәптеріне сол толық құрбандық шалғанның сауабын жазып қояды. Себебі Алла тағала малға емес, ниетке қарайды. Сіз шынайы жүрекпен ниет етсеңіз, Алланың мейірімі сізге толық жетеді. Құрбан айт бұл қолдағы емес, жүректегі құрбандықтарды қабылдайтын мейрам. Биыл құрбандық шала алмаған жандардың Алла тағала ниеттерін сауаптан жазсын. Келесі жылы құрбандық шалуларын нәсіп етсін. Құрбан айт қабыл болсын.